Демалыс. Достар араларыңызда 90% оқырман арнама жазылмаған екен. Сондықтан қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Үстіне жабылған брезентін алып тастаған 8 орындық ашық машинаға қас-қатар отырған жолаушылар Алматыдан шыққанда шолпан туып, таң біліне бастаған кезі еді. Жазғы салқынды елең етпегендіктен бе, әлде балғын жастықтың қызуы ма, Жәмила ызғып келе жатқан машинаның екпінімен араласып, үйіріле соққан желге төсін төсеп, қарсы қарап отыр. Таң кәміл біліне, айнала қылауытып бозара бастаған сайын жан-жағына қараумен келеді. Дауылды күнгі теңіз толқынындай бұйра-бұйра нар өркештеніп, бірінен бірі биіктеніп жатқан алатау белестерінен өрлей өскен қайың мен қарағайдың жасыл жапырағы, қара көк шырша, етектегі көк майса жас келіншекті сұлулықтың төріне өрлетіп бара жатқандай. Ол тұрмысқа шыққалы 4-5 жылдың ішінде дала сұлулығын ұмытқан. Институтқа келіп түскесін 2-ші курста жүргенде тұрмысқа шықты. Ол кезде Әзіржан институтты бітіргелі жүрген. Сонан бері 2 балалы болды. Бір жағынан оқу, бір жағынан үй тауқыметі. Түннің біраз уақыты болған кезде әбден шаршап барып, сілесі қата құлайтын. Келе-келе бұған да үйренді. Әзіржан институтты бітіріп жұмысқа тұруы мұң екен. Ауылдан оның туыстары 4-тен 5-тен сауылдап келе бастады. Олар көбінесе апталап жатады. Кейбірі жазғы демалысын Алматыда өткізуге келсе, енді біреулері балаларын оқуға түсіруге әкеледі. Жаз болса болды, жалдап алған жалғыз бөлмелеріне ине шаншыр жер қалмайды. Оның үстіне пәтер жалдаған кемпір қонақтарын көп екен, басқа пәтер тауып алыңдар деп күңкілдейді. Сонда да қайын жұртына әй кәпір атану қиын. Жәмила шамасы келгенше жүгіре береді. Әзіржан көмектеспейді емес, көмектесетін. Пәленің басы ауылдан енесі келген жолы шықты ғой. Ол Жәмила алғашқы баласына босанғаннан кейін Әзіржанның шешесін шақырып алуынан басталды. Бұлар қаланың шетіндегі бір ескі үйде тұратын. Құдықтан су әкелу, от жағу керек. Бір күні жаялықтарды жуған шелекке толып кеткен екен. Әзіржан төгуге сыртқа алып бара жатқанда шешесі айқай салды. Таста әрі, азамат басыңмен қатын болуға айналған екенсің. Келгеннен бері көріп отырмын. Сұмдық-ай, су тасисың, от жағасың, қатын болыпсың ғой, бейшара. Бетім-ау, мынауыңды біреу көрсе масқара емес пе? Жаманның үйі түссе миы түседі деген осы деп кемпір біраз сөйлеп барып басылды. Үн-түнсіз Жәмила кір су құйылған шелекті алып далаға шығып кетті. Әзіржан шешесінің қасына келіп отырды. Апа, Жәмила жас босанды ғой. Мен жәрдемдеспесем кім жәрдемдеседі? Тегінде ауыр нәрсені ер адам көтеруі керек емес пе? Жәмила ренжіп қалған шығар. Баланы жастан, қатынды бастан дегенді білесің бе? Әлден оны мойныңа мінгізсең не боласың? Бейшара, жүнжіп кеткенсің ғой, азамат болып орныңды білу керек қой. Жәмила үйге кірді де жаялықтарды жуа берді. Әзіржан төмен қарап ойланып отыр. Неменеге түнере қалдың? Әкең бүгін өліп беді деп кемпір баласына қарап әңгімені қайта бастады. Ауылдағыдай әйелдің мал сауып, шөп шауып, нан жауып жатқан жоқ қой. Осы үйде бір әйелден қалатын не шаруа бар? Дүкеннен дайын тамақта келіп пісіріп ішкен, жаялық жуған жұмыс болып па? Қарағым Жәмила, жоқ жерден бейнет тауып баланың көйлектерін, жаялықтарын өтектеуді, тырналап тақтай жуа берегенді қой. Балаларымыз өтексіз-ақ өскен, ешкімнен кем емес, бәрі де әп-әдемі азамат. Дүкенге келсең жүріп аласың, аяғыңды тезірек баспайсың ба? Бала шырылдап мазаны алады. Сол екен. Әзіржан үй шаруасына көмектесуді қойды. Жәмила екеуінің арасында кірбің туа бастады. Кемпір 1-2 айдан кейін баласын жөнге салып, ауылына қайтып кеткен. Қанша қиын болса да Жәмила тиісті демалысын алмады. Дәлірек айтқанда, қырқынан дұрыс шыға алмады.
Курстас жолдастарынан қалып қоймауға тырысып, стипендиясын төлеп үй жалдаған әйелге оқуға барып келгенше баласын тастап кетіп, сабағын жалғастыра берді. Ал Әзіржан Жәмиләні ренжіте бермейін деп үй шаруасына жәрдемдесе бастаған кезде араға 2-3 ай салып, шешесі тағы да келді. Әзіржан қайтадан қожайын бола қалады. Бара-бара ол дүкенге барғанды, суа келгенді, шынында да ар көре бастады. 10 жылдық мектепті алтын медальмен бітірген Жәмилә әрең дегенде былтыр ғана мемлекеттік емтиханды тапсырып, оқытушы деген дипломды алып шыққан. Ол 1-2 курсты бітіргенше оның суреті озаттар тақтасынан түспеген. Амал қанша, енді дипломда орташа, жақсы деген бағалар, үздік деген сөз сирек кездеседі. Қалада онсыз да орын аз. Әрі жүгіріп, бері жүгіріп, бір ғылыми зерттеу институтына машинистка болып орналасты. Осы қыста 2 бөлмелі үйге де кіреді. Ішінде ыстық, суық суы бар, газы бар. Балаларын яслиге де орналастырды. Бірақ енді денсаулығы жоқ. 5 жылдан бері тәулігіне 4-5 сағаттан артық ұйықтамау. Әйел деген сөздің өзін үй жалашысы деп түсінетін зайыбы мен енесінің мінезіне қорлану, жүйке жүйесінің ізін терең қалдырған сияқты. Оның үстіне машинистка болу үшін институт бітірудің не қажеті бар еді деген ой да маза бермейді. Биыл мінезі шытырлап тұратын, тіпті жылап жіберетін де әдет шығарды. Әлі құрып ұйықтай бергісі келеді. Дәрігерлер бауырдың ауруы, шаршағансың, қан қысымың төмендеген, емделу керек деген. Сарыағаш санаторийіне жолдама алып, 2 баласын сонау Көкшетаудағы шешесіне апарып тастап, демалуға шыққан беті еді. Бұл жолы Жәмиләнің. Бір мекеме бастық болып істейтін көрші ағайлары да сол Сарыағашқа барады екен. Жәмилә мен Әзіржан сол кісілерге ілесіп шыққан еді. Өмірдің көз тартар көркі, табиғат сұлулығына не жетсін, шіркін, адам бейнесінде, жан дүниесінде сұлулығы да айналаңды ғұмыр бойы қоршап тұрса, жанның жайсаңданып, жақсылықты бойыңа жинай береді екенсің ғой. Мына тау етегінің сұлулығы айқын көрініп, күн ұясына көтеріле, таңғы салқын ығыстырған сайын Жәмилә жадырап сала берді. Көтеріңкі көңілді сазындай сызылта ән салып келеді. Оның үні шаттана шырқырап, жүрек ықтап, жағаларын көтеріп, мойындарын ішке тартып, біріне-бірі сүйісіне отырған жолаушыларға жел жұлқып әкетіп жатқан ән үздік-үздік естіледі. Келіншегімен кейінгі жақта қатар отырған Әзіржанға әннің да сазы анық естіле бастады. Қыз кезінде Жәмилә деп осындай жайдары көңілді болушы еді. Бар мінезі балалықтың кіршіксіз нышанын таңнаушы еді. Қылымсуды да, көзді төңкеріп қарауды да білмейтін. Өзі оқыған кітаптарын, жаңадан шыққан әндерді, әңгімелеріне, мақтан сарынына емес, өз ойын билеген түсініктердің қоршауына бой созғандай. Балаң жүзінен бар болмысы айнадай анық көрініп тұратын. Үйленгеннен кейін алғашқы 2-3 жылға дейін тамақ істеп тұрып та, баланы да жұбатып отырып та әндетуші еді. Соның бәрінен Әзіржанға деген шексіз махаббат сыр шерткендей, қуаныш сарыны, өмірге деген ырзалық сазы сезілетін. Әзіржан Жәмиләні медеу сырғанайтын жерінде коньки теуіп жүрген кезінде кездестірген еді. Қыздардан озып, оларды күтіп, кері айналғанда қасына келген Әзіржан, менімен жарысасыз ба дегенде, жарысам, кәне ілесіңіз деп жүгіре жөнелген. Осы бір татулықтың жарқын белесін Әзіржан ой елегінен өткізіп отыр. Сол кездердегі жайдары мінезін соңғы 1-2 жылға дейін аумап еді ғой. Ал барған сайын неге тұйық болып барады, қит етсе балаларын құшақтап, үнсіз отырып алады. Рас, шаршайтын шығар, дегенмен күші қайтатын уақыт болған жоқ. Әлден үй шаруасын, балаларды тәрбиелеуді ауырсынса, бара-бара не болады? Әйелдердің барлығы да қазан аяқ, бала шаға бейнетін жұмысқа қоса алып жүрмей ме? Неге бұлай? Әлде институттағы ғалым жігіттердің біреуіне көңілі ауа ма екен? Солай шығар. Таралып арықтаған сайын сырт бейнесі қыз кезіндегідей талдырмаш болып барады.
иә, Жәмилаға жігіттердің көзі түспеуі мүмкін емес. Әдемі ғой. Жұмысқа тұрғалы тілі шығып келеді. Беттен алып сөйлеп тастайтын да болды. 4 жыл бойы балаларды жалғыз бағып келем ғой. Бір ай бағуға шаман келмей ме? Оңай жұмыс, жаялықтарды жу, дүкеннен тамақ әкеліп пісіріп бер, көтеріп таза ауаға шығар. Ертеңгісін балаларды балабақшасына апарып, жұмыстан қайтарда алып келесің. Мен курортқа барам, ал сен осыларды бағып көр. Өгей емессің. Өз балаларыңды баққаннан, хандығыңнан түсіп қалмайсың, деді-ау. Бұл маған. Әлде бұған боянып сыланып, өз бастарын ғана күтетін әйелдер ықпал жасай ма екен? Олар бір сұлулық пәлесі ғой. Мен не жаздым? Ақшамды қолына әкеліп беремін. Анада саған кассирлікті жалдағаным жоқ. Барда балалар бақшасына, пәтер ақысына ақша төле. Магазинде кезекте тұрып, келесі айлыққа жететін тамақ жинап, әкел де мұздатқышқа сал деп ақшаны лақтырып жіберді. Бүйте берсе, быт-шыт болатынымыз сөзсіз ғой. Әлде жұмыстан шығарып алсам ба екен? Әйел деген ақша ұстап, өзі жұмсағанды мақсат көрмеуші ме еді? Бұл неге аспанға шапшиды? Үй алғасын жездем келіп, төсек гарнитурын нағашым келіп, кілем алып, ағам алып келген еді. Бәрін солар әперіп жатыр. Сол дүниелері әкелгеніне бұл неге қуанбайды? Жарты жылдан бері жарқ етіп жаңа заттарға көңілі толып, қызыға қарағанын көре алмадым. Бұның дүниеден безінуінің себебі неде? Бұрын ауылдан келгендер бір асым ет әкелсе де қуанатын. Ал біз қосылған жылы өз шешесі көрпе жастық әкеліп, мұздатқыш пен телевизор әпергенде төбесі көкке жетіп, табаны жерге тимеп еді ғой. Ал бүгін жолға шыққалы үйдегі мінезінің ізі де қалмады. Жадырап келеді. Әлде енді бұрынғы қалпына түсер ме екен? Не істесем екен? Әйелің пысық, қасы қабағыңа қарап зыр жүгіреді. Бақытты жігітсің ғой деген ағайындардың көзі өтіп кетті ме екен әлде деп, Әзіржан қатты ойға кетті. Қызуын қанша шаша көкжиектен едәуір көтерілісімен жолаушылар жағаларын түсіріп жайғасып отырысты. Машина зулап келеді. Тау жоталары, жол қаптарларындағы екпе ағаштар зымырап қалып барады. Ал Әзіржан келіншегін құшақтаған қалпы жан-жағына қарайтын емес, өз-өзінің ойымен әлек болып отыр. Сәскеге таман мөлдір сулы бұлақтан аққан өзектің қасына келіп тоқтаған машинадан түсіп, өзгелерді суға бет алғанда Жәмила гүл теріп тау баурайын жағалады. Сарағаштың суы шипалы, емделесің, демаласың, жазыласың деген дәрігердің сөзі көңіліне жатталып қалған. Санаторийге қарай бет алғалы емделетіні, демалатыны, айналаны қоршаған табиғат сұлулығын шаршап, шалдыққанын ұмыттырып жіберген сияқты болды. Жәмила қайта оралғанша ер азаматтар беті қолдарын жуып, көк алаға газет жайып, үйлерінен пісіріп алып шыққан қазы қарталарын турап, коньяктарын ашып та үлгеріпті. Жәмила, қарағым, кел дастарханға, деді көрші ағайы. Аға, жолдағы совхозда күтіп отыр, қонақ боламыз деп едіңіз ғой. Ауылға жақындап қалғанда мыналарыңыз не? Келіншек балаға тән ерке қылықпен аузын бұртитты. Айналайын Жәмилаш, кел отыр. Ер адамдарға да бір бостандық болу керек қой. Ең болмаса, осындайда еркіндеп қалайық. Бұнсыз демалыстың сәні бола ма, деді дөңкеген қара жігіт ағасы болып қалған Жәмиланың көршісі. Тойға барсаң тойып бар деген. Бұл қонаққа барудың әзірлігі. Қызара бөрте бастаған Әзіржан жымың қағады. Тек шофер ғана машинаға су құйып, капотын ашып, бір тетіктерін тексеріп, күйбеңдеп жүр. Ол дастарханға бірнеше рет шақырғаннан кейін ғана келді. Бірақ ұсынған арақтан бас тартты. Ауылда автоспикер жоқ. Шаршап келесің, бір рет тартып жібер, деді шоферға қарап дөңкиген қара. Аға, рахмет, ішіп көргенім жоқ. Әй бала, мұныңа сену қиын. Рас аға, әкем арақ ішкен адам мұсылмандықтан кетеді деп отырады. Ол ұйғырша бір-екі ауыз сөз айтты. Бірақ оған Жәмила түсінген жоқ. Тек құлағына чық деген әріптестердің сарыны қалған сияқты. Жұрт даурығып әңгімеге кірісіп кетті.
Адамға тіпті бір күнде болсын алаңсыз өмір берсе, ойларына келгенін істейді екен-ау. Қонаққа келе жатып, Жолшыбай арақ ішкендеріне қарағанда шамасы бұларға бұндай еркіндік тимей жүрген болар. Әлібек ағай дырдай бір мекеменің бастығы, Белесбай ағай журналист деп ойлады Жәмила. Отырғандар даурыға бірінің сөзін бірі бөліп жіберді. Болмашы сөзге күлесіді. Тек Белесбай ғана үнсіз тыңдап отыр. Кезек-кезек жолаушылардың бетіне көз тоқтатады. Осылардың бейнесін көз суретіне түсіріп алып отырған сияқты. Сөзге араласпайды, үнсіз тыңдап та, ішіп те отыр. Әңгіме бәсеңдесіп келе жатса, отқа май құйғандай, анда-санда бір сөз айтып қалады. Жұрт қайта даурықсады. Бәрі де әжептәуір қызып қалыпты. Түс ауып барады аға, жүрейік, жол ұзақ қой, деді бұлардың әңгімесін аяқталуын күте-күте шаршаған машина айдаушы. Жолаушылар машинаға отырғысын, күннің қызуына маужырап, арақтың ашуын елтіп қалғи бастады. Тек Жәмила ғана сергек. Әбден қызып қалған Әзіржан ғана келіншегін құшақтай түседі. Сені ешкімге бермеймін деп сыбырлайды ол Жәмилаға. Немене, мені біреу кепілдікке сұрап жүрмеді, деп Жәмила күліп жіберді. Сұраса да бермеймін. Өзім сені жақсы көрем ғой. Жақсы көргенде қандай? Жаның мықтап ашиды. Біреу шындап сұраса беріп жіберетінде ойың бар екен ғой. Жәмила кекете күліп, мас болып былқ-сылқ отырған зайыбына қарады. Дұрыс отыршы, арақтың иісі тұншықтырып барады. Жоқ, бермеймін деп ыржыңдай күліп келіншегінің мойнынан құшақтай берем дегенде, лықып ауып құлап бара жатқан соң Жәмила ұстай алды. Әзіржан әйелінің тізесіне басын сүйеп, күпірлеп сөйлеп жатып ұйықтап кетті. Біраз жүргеннен кейін машина асфальт жолдан бұрылып ауылға қарай бет алды. Ерсілі-қарсылы астық тасып жүрген машиналардың ізінен будақтай көтерінген шаң бората жауып көзді аштыратын емес, тынысы тарылып барады. Қазылып қалған жерге дөңгелегі тиген машина сілкіп тастағанда қалғып отырғандар көздерін ашып бастарын көтерді де шаңнан қорғанып, тұмсықтарын костюмдерін өңірлерімен бүркеп қайта қалғиды. Келдік қой, сәл тоқтаңызшы, үсті басымызды қағып алайық, деді Жәмила шоферға дауыстап. Ауыл ортасындағы асфальт жол көрген соң. Жәмила үстіндегі жадағайды шешіп, қағып орамалмен бет-аузын сүртіп тұрып шоферға қарады. Сұмдық-ай, қарыстай жердің азабы күні бойғы жолдан ауыр болдау. Осы біраз ғана жолға асфальт төсесе салуға совхоздың шамасы келмей ме екен? Неге келмесін? Бүгінгі совхоз да колхоз да қуатты, табысы мол ғой. Құнсыздық деңіз. Шамасы жұрттың денсаулығына жандары ашымайды. Мен санитарлық дәрігер болсам, осындайлардың штрафынан көздерін аштырмас едім ғой. Олар штрафты өз қалтасынан төлемейді. Оған бастары ауырама, мына жаман жол қаншама машинаны істен шығарады, шаруашылыққа қанша зиян шегеді. Оны есептеп отырған кім бар дейсіз? Телевизордан көріп, радиодан еститін шығарсыз. Сонда олар машиналарымыз жөнделмей жатыр, тетік жетпейді деп кінәләрді іздей бастайды. Билік менің қолымда болса, ең алдымен жол салғызар едім. Бұл ауылға аудан облыс басшылары келіп, шаруашылық жайын көрмей ме екен? Неге келмесін? Бастықтардың бірі біздің Әлекең. Бұл кісілерге жоспар орындалып жатса, басқа жағымен айналыспайды ғой. Былтыр да келгенбіз. Сонда бізбен бірге мектеп жағын басқаратын біреу келген. Сол кісі дастархан үстінде осы жолды әңгімеледі. Ал совхоздың директоры, жол шалушылар терімізді сыпырып алады. Қымбат, жоғарыдан жоспарлап, қаржы бөліп жатса неге салғызбайық дейді. Ағай, осы туралы мақала жазбайсыз ба, деді Жәмила бұлардың қасына келіп, әңгімені тыңдап тұрған Белесбайға. Осыдан 15 жыл бұрын жазғам. Жол шалушылардың тың қымбат алатынын, жол берекесіз болмайтынын айтқам. Мен сынаған совхоз жол салынды, өзгелер былқ етпеді. Бір мәселені қайта-қайта жаза бергенде қолайсыз ғой. Журналист болсам адамдарға қамқорлық жасай алмайтындарды, шаруаға қырсыздарды сынай берер едім, деді. Ой шұқырлы жол азабын көтере алмай, бауыры сыздап белі ауырып қалған Жәмила. Ойыңыз дұрыс қой қарағым, біз әлі бұдан жамандығымыз да тойға барғанбыз.
ізінде жүрміз, бірақ өнемеймін. Өмірдің көлеңке жағын жазып басшыларға жексұрын көріне беруден оңай емес. Жаманды жаман десең жалпая береді, жақсыны жақсы десең қалқая береді дейді қазақ. Көбісіне жақсы өнеге іздемейміз ғой. Ал енді басшыларды жамандап болсаңдар жүрелік. Ауыл шетіне келіп жаңа түскен келіндей бөгеліп қалдық қой дейді бет-аузының шаңын сүртіп тұрған Әлібек. Әзіржан танымайтын адамдай әйеліне бір, өзгелерге бір қарап қыпылықтап тұр. Оған әйелі үлкендердің алдында сүйреңдеп тәрбиесіздігін көрсеткен сияқты. Қонақтар үйге кірісімен төрге жағалай тасталған жақсылықтарды жантая кезеп, шет жағында орналасқан Жәмила да жадығайын жамылып жата кеткен. Сәл тынышталғасын көзі ілінді. Шай дастарханы жайылып, алуан түрлі тағам қойылып, қуырдақ әкелінгеннен кейін қол жууға ауыз үйге шыққан жолаушылардың күбірінен оянды. Тағы да арақ құйылып, қалжың, күлкі әңгіме басталып кетіпті. Шайден кейін ер адамдар префениске кіріскен. Жәмила жалғыз қалғандай ыңғайсызданып, басқа бір бөлмегінің есігін ашты. Бұнда да керемет жиһаз. Музейге кіргендей бөлмелерді аралап жүр. 5-6 бөлме түгел дүниеге толы екен. Ауыз үйде стол шетінде жатқан газетті алып оқып, әрі-бері тұрды да аулаға шықты. 2-3 әйел сойылған қойдың ішек қарнын аршып, бас сирағын үйітіп, қызу шаруаға кіріскен екен. Қарап тұрса, солардың бірі өзімен бірге оқыған Раушан. Қуанып кетті. Бұл арадан сабақтас болған жолдасын кездестірем деп ойламады ма? Әлде кең көйлек киген 2 қабат Раушан бөтен көрінді ме? Үйден шыққан бетінде байқамағанды. Раушан Жәмиланы көре сала жүгіріп келіп құшақтай алды. Кездескеніне қуанысқан келіншектер қол ұстасып көшеге шықты. Қатар тұрған Раушанның үйіне келді. Бұл үйдің де 6 бөлмесі толған жиһаз. Керемет, бай тұрасыңдар ғой, зайыбың не қызмет атқарады деді таңданып Жәмила. Агроном, атам совхоздың директоры ғой. Біз түскен үй кімнің үйі? Бас зоотехниктің үйі емес пе? Үйлеріңіз үлкен екен. Қазір ауылда жұрттың бәрі 4-5 бөлмелеп салады. Бәрінің үйі де осындай. Әркімнің жекеменшік малы, ауласында бақшасы, дүние жинау бәсекелесі көп. 2 келіншек бірге оқыған жолдастарының қайда, кім болып істейтінін өткенді еске түсіріп талай отырды. Жәмила Раушанның 2 қайын сіңілісі, қайынсы бар екенін, олардың қырманда жұмыс істеп жүргенін, ертеңгісін ерте тұрып сиыр сауатынын, ұсақ жантақтарды өріске айдайтынын, оның да шаршайтынын естіді. Бірақ атасының да, зайыбының да жұмыстан қолдары босаса бақша суарысып, үй шаруасына да, барлығына да көмектеседі екен. Жәмила мен Раушан оралғанша ет те піскен екен. Қонақтар сол күйі дастарханға отырып, кейін қайтадан өздерінің ойынын жалғастырды. Жәмила жадағайын жамылып бөлменің бұрышына таман жатып ұйықтамақшы болды. Өйткені алда әлі талай жол бар, бірақ бауыры сыздап ұйықтай алатын емес. Біраз уақыт өткеннен кейін ойын аяқталды. Ауыл адамдары ұтылып, Әлібек ағайлары ұтыпты. Ол өңкей 100 сомдықтарды уыстап алып, қалтасына салып жатыр. Тағы да шай дастарханы жайылды. Таңғы салқынмен бұлар жолға шықты. Тағы да бір ауылға қонақ болды. Келесі күні де осылай. 4-ші күні ғана бұлар Сарыағашқа жетті. Алғашқы 2-3 күн түнде тынығып едәуір дем алып алған Жәмила Көкшетауға телефон соғып, балаларының денсаулығын білмекші болып, кешкісін поштаға кеткен. Көкшетаумен байланысын күтіп ұзақ отырды. Шешесі балалар аман, алаңдамай емделе бер деген соң, төбесі көкке жеткенде қуанып келіп еді. Бөлмелері көк түтін. Ортаға қойылған журнал столының үстінде коньяк. Әзіржан ойыншыларға анда-санда коньяк құйып темекілерінің күлін төгіп, бәйке болып жүр. Жәмила сыртқа шығып отырған. Жалғыздықтан жалығып та кетті.
түн ортасы болып қалды. Әбден шаршап ұйқысы келген соң бөлмеге кіріп, керуеттің шетіне тізе бүгіп, қалғып-мүлгіп, ойынның аяқталуына әзер шыдады. Ертеңгісін дел-сал болып орнынан әрең тұрып, тамақтан кейін ем алуға кірісті. Алғашқы күндері ерлі-зайыптылардың оңаша бөлмесінде кеш болса жиналып карта ойнайтын, ағаларына ештеңе айта алмай киноға барып далада отыратын. Бірақ шыдайтын емес. Оның үстінде Әзіржанның ауылы Сарыағашқа жақын. Түске таман кейде түс қайта асылған етін, қауын-қарбызын көтеріп, күн құрғатпай Әзіржанның туыстары құрметін көрсете бастады. Коньяк та, келіннің сабағасы деп, шампан да әкелініп жатыр. Ағайындарының әкелген тағамдарымен өздерін сыйлап, Жәмила кешке қарай аттандырып жүзді. Бірақ келу тоқтатылатын емес. Біреуі жиені, біреуі нағашы, қойшы, әйтеуір туыстар көбейіп жатыр. Олар кетсе, күні бойы дем алып ұйқысын қандырған ағалары карта ойнауға келеді. Демалыс күні Әзіржанның қарындасы мен күйеу баласы келеді. Оларды шығарып салып келе жатып, Жәмила сөз бастады. Ағайындарға сәлем айтыңыздар. Енді келіп әлек бола бермесін. Әрі жұмыстарынан қалады. Әрі әкелінген тамақтар ішілмей расуа болды. Біз де мазаланамыз. Барлықтарыңыздың көңілдеріңізге ризамыз ғой деп өзінше сөйлеп болып еді. Ал Әзіржанға бұл сөз шаншудай қадалды. Ол ең алдымен туыстарымның мені құрметтеп қадірлейтінін Жәмила көрсін деп ойлайтын. Санаторийге ағалары да Әзіржанның ауылына беделі екенін Жәмиланың көзінше талай мақтанған. Әзіржан күйеу баласынан қысылып ештеңе дей алмады. Бірақ көз қарасы әйелін жер-жебіріне жетіп сөгіп тұрғандай. Жәмила қонақтармен қоштасты да асханаға тартты. Әзіржан кешкі самал мен тамақтан кейін қыдырып жүрген ағаларының қасында қалды. Бір күні дәрігер бауырды саусағымен басып көріп, сіз диетаны сақтамай жүрген боларсыз. Бұлай болуы мүмкін емес. Емді қабылдаған соң түгел қабылдау керек. Диета бауыр ауруының басты емінің бірі. Біздің еміміздің дұрыс алғыңыз келмесе, мұнда неге келдіңіз? Бауырыңыз ұлғайып кетіпті депті, бұрынғысынан да нашар деп ренжіді. Жәмила үндей алмады. Дәрігер айтпай-ақ бәрін біліп отыр. Тіпті кейде қонақ келіп қалғанда тамақ алдында шипа суын ішуге де бара алмай қалатын. Бүгін келген ауылдың қонағасынан Жәмила татпады. Келін қарағым, ауыл дәмін неге алмай отырсыз? Сіздерге деп әдейі қозы сойып қуырдақ әкелдім. Алыңыз қарағым, дейді нағашы қайнағасы. Рахмет, маған қуырдақ жақпайды. Қазір тамаққа барамыз, деді Жәмила науқас екенін сездіре. Әй, күніне жеуші едің ғой, алсаңшы, деді. Әзіржан әйеліне ренжіп қарады. Ауылдан келген тамақтарды жеу мені де жеп барады. Оншақты ғана күн қалды ғой, дәрігерлердің айтқанына көніп, емделіп көрейін. Емделем деп келіп ауырып қайтқанымның жөні болмас. Иттің ішіне сарымай жақпайды деген осы. Әзіржан әзілдеген болып қонақтарына күле қарады. Қонақтар кеткен соң асты жинамай Жәмила жатып қалады. Мыналарды жинасаңшы, осы сен-ақ шалдығасыңда тұрады екенсің. Әзіржан әйеліне ренжи қарады. Қолың бар, өзің жина. Кешке картасын қалталарына салып ағаларың келеді. Тым болмаса күндіз ұйықтап алайын. Дем аламыз деп келіп сүрініп өлетін болдық қой. Жұрттың құрметтеп сыйлайтынын көтере алмайсың. Сен өзің бейшара болып барасың. Бейшараның көкесі өзің. Бұлардың жаны ашықс болса, сен аспирантурада мен институтта стипендиядан стипендияға жете алмай, кейде балаларға айран алуға ақша болмай қысылып жүргенде неге жандары ашып сені дәріптемеді? Әлде мен бұлар ертең оқуға балаларын түсіруге ертіп саған келетінін түсінбейді ғой дейсің бе? Егер сен институтта мұғалім болып орналаспасаң, ешкім де есігіңді қақпас еді. Қазақшылықты білмейсің, бейшарасың сен. Шылығыңмен қоса құршы әрі, кешке ағаларыңа да кет деп айтам. Жақсылармен осындай танысып, жанаспаса, қашан жанасады? Ағалардың кім екенін білесің бе? Остан аузыңды ашып көр. Білем, карташылар мен арақ ішкіштер, сен сияқты шылыққа белшесінен батып жүргендер. Жеке қалса осындай итыржың дау.
Жәмиланың ауруы меңмеңдеп барады. Ыстығы көтерілгенді шығарды. Бұлайша емделіп берекет таппайтынын түсінген Жәмила Алматыға қайтып емханаға жату керек деген ойға келді. Осы ойға келіп чемоданға киім-кешегін салып жатқанда бөлмеге Әзіржан кірді. «Қайда барасың? Мынау не ей? Ташкентке барып самолетке отырам. Сарыағашқа жетсем емделем деп едің. Қолың жеткен соң бұл да жақпай қалды ма? Әлі 4-5 күн бар емес пе? Сол күндерді саған беремін. Маған жан керек. Балаларымның жетім қалғанын қаламаймын. Ал сен жақсылармен бауырласып, ағайындарыңның сый-құрметін көре тұр. Сый көрмеген байғұс, үйіңе дүние жинап, әдемі киім кигенде де көтере алмайсың-ау. Кісінің күні кісімен, ағайындарының арасында осыларға қол жеткеніне де түсінбейсің. Үйде ауырдым деп бұраңдап жата бердің. Жолға шығып едің, лезде жазылып кетті. Мұнда келіп, жұрт құрметін көріп ең, енді оған да қарағың келмейді. Сенің бабыңды қалай табаң? Өзің ойлап көрші, осы мінезіне жұрт күлмей ме? Дұрыс айтасың, Әзіржан. Осылардың бәрін түсінгім келмейді. Менің ұғымымша, сен қарыз жинап жатсың. Ертең басың кетсе де өзіңді құрметтейтіндердің балаларының институтқа оқырға түсіруің керек. Ал маған еңбексіз жиналған дүниенің де, киімнің де керек жоқ. Осылардың бәрін өзіңе қалдырып, балаларыма барып, сонан кейін емханаға жатам. Өзің айта беретін қазақ, аштан өлсең де арың таза болсын дейді ғой. Ей, сен шыңдап жүрсің ғой, жұрттан ұят емес пе? Кетсек бірге кетеміз. Осының бәрін сен үшін, балалар үшін, қатарлардан қалмау үшін, азаматтық беделімді жоймау үшін істеп жүргенім жоқ па? Солардың бәрінен ерлі-зайыпты адамның біріне-бірінің жаны ашығаны, адалдығы керек емес пе? Ертең балаларымыз өсіп, еркекпін деп, едіреңдеп, бір қыздың обалына қалса қайтем? Олар сенің мінезіңді қайталамау қажет, Әзіржан. Ал сен өзгере қоймассың. Барған сайын үдетіп барасың. Балаларымды үйде де, түзде де екі адамға ортақ еңбекке баулуым керек. Ал ол үшін менің денсаулығым қажет деп Жәмила чемоданын көтере бергенде Әзіржан ұстай алды. Жәмила, жұрт алдында масқара етпеші. Тұра тұршы. Бірге кетейік деді ол, жүзінде жалыныш белгісі бар. Бұл әңгіме 1986 жылы наурызда Қазақстан әйелдері журналында жазылған. Араларыңызда 90% оқырман арнама жазылмаған екен. Сондықтан төмендегі подписаться деген бөлімді басып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.